Саламатсыздар ма балалар? Бүгін өтетін тақырыбымыз негіздер. Негіздер бұлар биорганикалық қосылыстардың маңызды класстарына жатады. Негіздердің бүгін біз оқу мақсатымыз құрамы, жіктелуі және химиялық қасиеттеріне тоқталамыз. Негіздер деп құрамына бір немесе бірнеше гидроксотоптармен байланысқан металл атомдары кіретін күрделі заттарды айтады. Мынау гидроксотоп немесе гидроксил тобы. Металл атомдары гидроксотоп кіретін күрделі заттарды негіздер деп атаймыз. Калий гидроксиді, натрий гидроксиді, кальций гидроксиді, алюминий гидроксиді. Негіздердің екінші атауы гидроксидтер. Негіздердің атаулары металл атауы мен гидроксид сөздерінің тіркесінен тұрады. Бірінші металлдың атын атаймыз, калий және гидроксиді деген сөзді қосып айтамыз. Негіз құрамына кіретін металл ауыспалы валентті болса, валенттілігі, яғни негіздің құрамына кіретін металлдың валенттілігі ауыспалы болса, онда металл атауынан кейін міндетті түрде жақшаға валенттілігі көрсетеді. Мысалы, темір гидроксиді, темір 2 гидроксиді. Бұл жердегі темірдің валенттілігі 2-ге тең. Темір 3 гидроксиді, яғни валенттілікті металлдың атауынан кейін жақшаға валенттілігін көрсетіп жазылады. Темір 2 гидроксиді, темір 3 гидроксиді. Валенттілігі тұрақты болса, мысалы натрий гидроксиді, кальций гидроксиді, олай жақшаға алып көрсетудің қажеті жоқ. Бұнымен қатар негіздерге халықаралық номенклатураның басқа да атауларын пайдалануға болады. Мысалы, темір 2 гидроксидін темір дигидроксиді, темір 3 гидроксидін темір 3 гидроксиді деп атайды. Негіздердің суда еру қабілетіне байланысты еритін негіздер және ерімейтін негіздер деп жіктейміз. Суда еритін негіздерді сілтілер деп атаймыз. Оларға литий гидроксиді, калий гидроксиді, натрий гидроксиді, барий гидроксиді жатады. Суда ерімейтіндерге мыс 2 гидроксиді, темір 2 гидроксиді, магний гидроксиді және 2 дайлы гидроксидтер суда ерімейтін. Мырыш гидроксиді, бериллий гидроксиді, алюминий гидроксидтері жатады. Яғни негіздерді суда еритін және суда ерімейтін деп 2-ге бөлдік. Енді негіздердің химиялық қасиеттеріне тоқталамыз. Негіздердің химиялық қасиеттері, яғни сілтілер, суда еритін негіздер. Көптеген органикалық заттарды зақымдайтын күйдіргіш заттар. Сондықтан олармен жұмыс істегенде мұқият болу керек. Сілті ерітінділері ұстап көргенде қолға сабын сияқты сезіледі. Олар индикаторлардың түсін өзгертеді. Лакмус көгереді. Лакмус, мысалы, натрий гидроксидіне лакмус батыратын болсақ, түсі көгереді. Натрий гидроксидінде метил оранжевый түсі сарғаяды, сары түсті. Ал натрий гидроксидіне фенофталейн тамызатын болсақ, түсі таңқурай түске өзгереді. Фенофталейн сөзі түссіз. Оның түсі сілтілерде таңқурай түске өзгереді. Негіздердің химиялық қасиеттерін, яғни еритін және ерімейтін негіздерге тән ортақ қасиет бар. Олар қышқылмен әрекеттесіп, нәтижесінде тұз және су түзіледі. Мысалы, натрий гидроксидіне тұз қышқылын қосылатын болсақ, натрий хлориді және су түзіледі. Тұз және су түзіліп жатыр. Бұл еритін де, ерімейтін де негіздерге тән ортақ қасиет. Екінші, ерімейтін негіздер қыздырғанда айырылады. Яғни бұлар термиялық айырылады. Ерімейтін негіз мыс гидроксиді
мыс 2 гидроксиді қыздырған кезде мыс 2 оксидіне және суға айырылады. Үшінші, сілтілер қышқылдық оксидтермен әрекеттеседі. Ал мысалы кальций гидроксиді. Оған көміртек 4 оксидін қосатын болсақ, кальций карбонаты және су түзіледі. Төртінші, сілтілер тұздармен алмасу реакциясына түседі. Нәтижесінде егілмейтін негіз және тұз түзіледі. Мысалы, натрий гидроксидіне темір хлоридін қосатын болсақ, темір гидроксиді және натрий хлориді түзіледі. Бесінші, екідайлы гидроксидтер қышқылдармен әрекеттесіп негіздердің қасиетін, сілтімен әрекеттесіп қышқылдардың қасиетін көрсетеді. Екідайлыларға, мысалы, бериллий гидроксидін алатын болсақ, оған тұз қышқылын қосқан кезде бериллий хлориді, тұз және су түзілді. Ал бериллий қышқылына натрий гидроксидін қосатын болсақ, натрий бериллаты және су түзіледі. Демек, екідайлы гидроксидтер бұлар қышқылдармен әрекеттесіп негіздік қасиет көрсетеді. Сілтімен әрекеттесіп қышқылдардың қасиетін көрсетеді. Негіздердің қолданылуына келетін болсақ, кальций гидроксидінің, яғни біз сөндірілген әк деп атаймыз, маңызы зор. Түсі ақ, өзі борпылдақ келетін бұл ұнтақ құрылыс материалы ретінде қолданылады. Сөндірілген әкті өсімдік зиянкестері мен ауруларына қарсы қолданылатын бордо қоспасын жасауға пайдаланады. Ақ сүті химия өнеркәсібінде қан, сода және тағы басқа заттарды алуда қолданады. Натрий гидроксидін мұнайды тазарту, сабын жасау, тоқыма өнеркәсібінде қолданады. Калий гидроксиді мен литий гидроксиді литий уаш аккумуляторларда пайдаланады. Сілтілер көптеген органикалық заттарды зақымдайтын күйдіргіш заттар, олармен жұмыс істегенде ерекше мұқият болу керек. Сілті ерітінділер ұстап көргенде сабын сияқты. Олар индикаторлардың түсін өзгертеді. Лакмус көгереді, түссіз тұрған фенолфталин таңқурай түске енеді, ал метил оранж сарғаяды. Еритін және ерімейтін негіздерге тән ортақ қасиетке, олар қышқылмен әрекеттеседі. Сілтімен ерімейтін негіздердің өздеріне тән қасиеттері де бар. Ерімейтін негіздер термиялық тұрғыдан тұрақсыз, қыздырғанда айырылады. Сілтілер қыздырғанда айырылмайды. Сілтілер қышқылдық оксидтер мен тұздармен әрекеттеседі. Екідайлы гидроксидтер қышқылмен әрекеттесіп негіздің қасиетін, ал сілтімен әрекеттесіп қышқылдың қасиетін көрсетеді. Бүгінгі тақырыбымыз негіздер, яғни негіздердің химиялық қасиеттерімен таныстық және жіктелуімен, құрамымен. Тақырыптың соңында 169-шы бетте 8-ші жаттығу берілген. Гидроксидтердің формулалары, олардың тұз қышқылымен әрекеттесу нәтижесінде түзілген өнімдер арасындағы сәйкестікті табу керек. Бұл кестеде негіздердің атаулары берілген және негіздердің формулалары берілген. Осы сәйкестікті дәптерге сызып көрсетеміз. 9-10-шы жаттығуларды дәптерге орындаймыз балалар.